Мен Зейнуллин Алтынай 9-шы сынып оқушысы, әдебиет пәні бойынша оқуға құштар мектеп жобасы аясының негізінде Абай Құнанбаевтың шығармашылығымен танысқан болатынмын. Соның ішінде Абай Құнанбаевтың қара сөздеріне тоқталғым келіп тұр. Абай Құнанбаев 20-шы қара сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгермейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсе де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпай туған нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайбын көреді, баянсызын біледі. Көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады?